Бүгінде әлемде 50-ден астам мемлекеттің төл ұлттық рекордтар кітабы бар екен. Ең әйгілісі әрине Гиннес. Ал Қазақстанда осы бағыттағы тұңғыш туынды 1999 жылы жарық көрген. Бастапқыда шағын ғана кітапша болып шыққан басылым бүгінде салмақты энциклопедиялық анықтамаға айналды. Тұран университеті ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Гиннес Қазақстан рекордтар кітабының кезекті 12-ші басылымын жарыққа шығарды. Қазақстан рекордтар кітабының басқа анықтамаларының ерекшелігін атап өтсек, онда біз тек қана мына тың істерді, рекордтық нәтижелерді ғана тіркейміз. Сондықтан да мына биографиялық көптеген мәліметтер, сонар мәліметтер жоқ, фактылар 2-3 сөйлеммен ғана. Және де біз көптеген рекордтардың ішіне тек қана адамды рухтандыратын, шығармашылық табыстарға жетелететін жетістіктерді ғана тіркеуге, түзуге тырысамыз. Гиннес рекордтар кітабы Тұран университетінің баспасынан әр 3 жыл сайын жарық көреді. 2019-2021 жылдарға арналған ақпараттық энциклопедиялық анықтама тұсаукесері қалыптасқан дәстүр бойынша кейіпкерлермен танысу түрінде өтті. Он цепляет их за свои глазницы. Ура! Это новый рекорд Казахстана. Поздравляю! Первый герой казахстанской книги рекордов. Теперь с него начинается отсчет героев казахстанской книги рекордов следующего выпуска. Поздравляю! Поздравляем нашего рекордсмена Айдына Нұржума. Көз ұясымен темір көтерген алып күш иесі де, көлікті белмен сүйрейтін балуан да, 4068 метр биіктікті мотоциклмен бағындырған экстремал спортшы да, жер жаһанды велосипедпен кезген жиһангез де, темірден түйін түйіп, ағаш шоңған ұста да, Еуропа көрермендеріне бас едірген өнерпаздар да осында. Александр Данчев бұған дейін тісімен 15 секунд арқанға ілініп тұрып, рекорд орнатқан болса, бұл жолы уақытты 31 секундқа дейін арттырып, көрерменнің көз алдында рекордтық көрсеткішті жаңартты. Қазір біз жаңа рекордтық жобаға дайындық үстіндеміз. Жақын арада 3 бірдей айрықша рекорд орнатсам деген мақсатым бар. Ал 2022 жылы тісіммен ұшақ және кеме сүйреуді жоспарлап жүрмін. Поздравляем наших рекордсменов Айдына Нұржума и Александра Данчева. Аплодисменты! 10 жасынан бастап осындай көлік, автобус, зилдар тартып көріп, күшім бар екенін сезіндім. Басында 50 килограммдық груша болды, соны көтеріп көрдім, оңай болды. Одан кейін уже жеңіл көлік, папамның көлігін тартып көрдім, ол да жеңіл болды. Соны ақырындап, автобус, спринтер, жеңіл көліктер тартып, уже өзім тәсілін үйрендім. Ең ауыр тартқаным 109 тонналық пойыз цементпен болды. Оған ешкім істемеген, және менікі тәсілі басқа белмен тартқам. 300 аса тонналық полный вагон пойызмен тартсам ба деген жоспарым бар. Андрей Талалаевтың экстремалды спорт түрімен айналысып келе жатқанына 3 жыл болыпты. Бастапқыда қарапайым велосипедпен бастаған. Кейін мотоциклмен тау тасты кезіп, өзен сарқырамаларды кесіп өтіп, жеткілікті тәжірибе жинақтайды. Ал биіктігі 4068 метрлік
Бауыржан Момышұлы шыңын бағындырғанда Гиннес рекордтар кітабынан бірақ шығады. Честно говоря, Шынымды айтсам, рекорд орнатам деп ойлаған жоқпын. Демалыс күні әдеттегідей жай серуенге шыққам. Әрине оңай болған жоқ. 3800 метр биіктікке жеткенде осымен жетер деп шештім. Шыңды бағындырғым-ақ келді, бірақ ары қарай жаяу көтерілейін деп ойладым. 200 метр жаяу жүрген соң, діттеген жеріме мотоциклмен жетуге болатынын түсіндім. Сондықтан қайтадан артқа шегіндім де темір тұлпарыма қондым. Сөйтіп, биік шыңның ұшар басына шықтым. Александр Александр Гатченко совместно с Александром Светом в 2021 году қос дөңгелекті серігімен суды да, қарды да белшесінен кешіп, адам аяғы баспаған мыңдаған шақырым жерді шарлаған. Мен әлемнің көз тартарлық керемет жерлерін аралап, географиялық жаңалық ашсам деймін. Бір жағынан өзіме деген сенімді арттырмақпын. Ең бастысы, мәңгілік тақырыбындағы сансыз сауалдың жауабын іздеп тапқым келеді. Менің алғашқы экспедициям Қазақстан рекордтар кітабына 2006 жылы енді. Өз басым бұл туралы білген жоқпын. Кейін естігенде таң қалдым. Болашақта ерекше экспедицияларға шығуды жалғастырсам деген мақсатым бар. Жоспарым жүзеге асса, Қазақстанның рекордтар кітабын тағы да жаңартармын. Лучший женский режиссер на 22-м международном кинофестивале Отандық режиссер Шарипа Оразбаева Францияда өткен 26-шы Визуль кинофестивалінде толықметражды Мариам фильмі үшін бас жүлдені қанжығасына байлайды. Әйел режиссердің жеңіске жетуі бұл фестивальдің тарихында бұрын-соңды болмаған. Ал Лондонда өткен 22-ші халықаралық кино фестивалінде бұл туынды Шарипаға тағы да үздік әйел режиссер номинациясын алып берді. Мариам әлем көрермендері мен киносыншыларының жүрегін жаулаған туынды. Онда күйеуі жоғалып кеткен соң 4 баласымен шалғайдағы ауылда қыстап қалған Мариам атты әйелдің өмірі баяндалады. Швейцарияның Лакарна қаласында өткен әлемдік премьерада Мариам фильмін көруге келген көрермендердің көптігі сонша кинотеатрдың 2-ші залында ашуға тура келген. Енді міне толағай қатыспен қазақстандық ақпараттық энциклопедиялық анықтамаға енді. Осы кітапқа ендің деген кезде мен өте бір таң қалдым. Бұл әрине үлкен мотивация береді, бұл үлкен қуаныш. Мен ойлаймын, осы Қазақстан қазір бүкіл әлемде өзінің орны бар. Мен шетелге барсам да, мен Қазақстан десем, бәрі орнынан тұрып қарсы алады. Мен үшін бұл үлкен бақыт, үлкен қуаныш. Мен ойлаймын, енді бұл тәуелсіздігіміздің қазіргі таңдағы беріп жатқан үлкен жеңісі және жемісі деп ойлаймын. В преддверии нашего юбилея, 30-летия нашего Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында мемлекеттік күрмелі аспаптар квинтеті Италияның Пезаро қаласында өткен халықаралық байқаудың лауреаты атанды. 2 бірдей іріктеу турынан өтіп, бірінші орынды иеленді. 100 ұпайдың 98-не ие болды. Бұл жеңіс тәуелсіздік күніне арналады. Әрі қарай да ел үмітін ақтауға бар күшімізді саламыз. Өйткені өнер халықтың айнасы. Қазақстан рекордтар кітабының 12-ші басылымында еліміздің бай табиғатына ерекше көңіл бөлінген. Редакция ұжымы тек біздің елімізде ғана мекен ететін жан-жануарлар мен кең байтақ жерімізде ғана өсетін өсімдік түрлерін кітапқа енгізу арқылы флора мен фаунаның ары қарай сақталуына үлес қосуды мұрат еткен.